Биылғы жылы мынау Асқар Тау әкеміздің 95 жасқа толған мерейтойы. Осы бил мерейтойына арнап, мен өзім туған қызы ретінде Гүлнар Қаленқызы менің аты-жөнім. Ол кісінің 95 жасқа толған мерейтойына өзімнің қайтыс болғанда 15 жыл өтті, одан бері қайтыс болғанда папамды сағынып, аңсап жүріп, өзімнің бір жазған өлеңім бар еді. Осы 95 жасқа толған мерейтойына соны оқып берсем деп едім, соны арнаймын. Әкешім, бұл дүниеден өттің кеттің, әрдайым армандаушы ең, оған жеттің, Алладан балалардың алдында ал деп, күнде сұрап Құдайға тағзым еттің. Әр баланың тағдыры айнаң еді, сәл қуансақ жүзім жайнап салған еді. Мұңайып көңілімізге қаяу түссе, жылы сөзден маздап отын жанған еді. Әр балаға айналып толғанасың, жаным, күнім, айым деп жыр жазасың. Сәл-пәл ренжіп жылаған көзді көрсең, соны дереу шешуге қолға аласың. Қанат жайып, қатайып, қыран құстай, бақылап отырушен көзбен сырттай, сен бір күтсің, біз сенің қасыңдағы ұшып жүрген торғаймыз, құрттай. Сездірмеушен ауырып қалсаңыз да, ақыл айтып дем берушен баршамызға, балашағам келіпті деп қуанушен, қызығушек жайнап тұрған бақшамызға. Артық айтып, кем кетсек кешірушен, жұбатып көңілімізді өсірушен, жаныңызға жақпаған жағдай болса, сол мезетте жыртып сызып өшірушен. Кешір әке, көңіліңізде сіз қалған болса, жүрегіңізде сізбен бірге барған болса, қасымызда сіз жоқсыз, жанға батат, қайтейік, тағдыр солай жазған болса. Мен ән айтсам қуанып кетуші едің, Құдайға мың бір шүкір етуші едің. Өзіме тартқан қызым деп бал-бұл жанып, жас баладай жүгіріп жетуші едің. Жақсы әке, балаға мың күн азық, кешір әке, біздегер болса жазық. Сіз жақсысыз, жақсы әке, енді қайда, ел жүреген жүрегім неткен нәзік. Өтіп жатыр сізсізде күнімізде, кетпейді ғой құлақтан еш үніңізде, дәл қазір қасымызда жүргендейсіз, білмеймін ғой түсім бәле өңімізбе. Мәз болушен жас балаша қуанып, еркелетсек қалушен ғой жұбанып, сіз сияқты кең пейілді алтын әкем, бізге қайтып келмейді ғой бұланық. Әкетайым, әкешім, Асқар Тауым, шығарып сал дөзімді жұртың қауым, о ненің рахатын көрсем екен, жаныңыз жаннат төрт болсын.